Бүгін біз Тахетас районы Мәлімлеме кітапхана орайы фондындағы жаңа әдебиатлардан бірі болған жаһан әдебиетінің белгілі шығармаларынан дүния жүзіне белгілі америкалық жазушы Марк Твеннің Том Сойердің басынан кешіргендері шығармасы хақында сөз етеміз. Марк Твен америкалы атақты жазушы болып, оның шығармалары балалар һәм үлкендер тарапынан сүйіп оқылады. Том Сойердің басынан кешіргендері шығармасы 1876 жылы жазылған. Марк Твеннің бұл классикалық төретпесінде Том Сойер атлы баланың басынан кешіргендері суретленеді. Романды оқыған кітапқұмарлар 18 әсірдегі ақш-тағы кішкене қалаша тұрғыларының күнделікті өмірі, дүния қарасы, түсініктерін менен танысады. Шығармадағы уақиялар оғада қызықлы, тілі жеңіл һәм оқу үшін қолайлы. Шығарманың бас қаһарманы Том Сойер кеулі, шоқ һәм қызық уақияларды жақсы көретін бала болып, ол досты Хак Фин менен бірге түрлі қызықлы уақияларды басынан кешіреді. Мәселен, Том Дювалды бояу уақиясында өзінің тапқырлығы менен басқа балаларды да жұмысқа тартады. Және бір уақияда Том һәм Хек қойымшылықта жүз берген сырлы хадисенің куәсі болады. Шығарманың ақырында болса Том һәм Хек жасырын хазинені тауып алады. Бұл шығарма оқушыларға достық, мәрттілік һәм тапқырлық хақында ахиметлі сабақлар береді. Том Сойердің басынан кешіргендері шығармасын сіз кітапқұмарларды оқуға шақырып қаламыз. Кітап оқу инсанның білімін арттырады һәм өмірге басқаша көзқараспенен қарауға жәрдем береді.